Жүр намаз оқып шығайық. Иә. Бастау керек еді негізі. Сенің бастайын деп жүрген 1 жыл болды ғой бауырым. Әлі сол сылтауды айта бересің. Құдай қаласа оқимыз ғой досым. Құдай қалап қойған 14 ғасыр болды ғой. Сен ғой қаламай жүрген. Ниет бар. Ең бастысы жүрек таза болса болды емес па досым? Жүрегі ең таза кім, білесің ба? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі аяғы таңға дейін намаз оқыған. Ал сен отырсың мына жерде, жүрегім таза ғой деп. Болды досым. Бастаймыз ғой. Кіріп шыға берші, күте тұрайын сені осы жерде. Ой, болды. Кәші. Конечно, хозяева забить еще один мяч. Шоу, Пауло и гол! Ниетің қабыл болсын досым. Амин, сен үшін дұға жасадым ғой бауырым. Амин, қабыл болсын. Үлгереміз ба? Ой, 6 секунд қой, машинаға қуат берсін. Жай жүре бер, жетсек болды ғой. Абайла! Көзіңе қараса, көз ба анау, без ба, yok. Құдай сақтады, досым. Екеуміздің біреуміз садақа берген болып тұрмыз ғой. Неге олай айттың? Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның садақа бәлені қайтарады және өміріңді ұзартады деген сөзі бар. Аллаға сансыз шүкірлер болсын.